Мягкий знак бұл женский әлде мужской род па? Біз білеміз, зять мужской родқа жатады, өйткені жынысы мужской, ал дочь сөзі женский родқа жатады, өйткені жынысы женский. Ал тетрадь, календарь, любовь сөздерінің жынысы жоқ, яғни жаны жоқ. Оларды қалай анықтаймыз? Жіңішке белгісіне бітетін зат есімдердің родын анықтау үшін сөздің соңындағы тек жіңішке белгісіне емес, алдындағы әріптерге мән беру керек. Мужской родқа жататын сөздер: ай атаулары, январь, февраль, апрель, декабрь. Тель жалғауына аяқталған сөздер: учитель, покупатель, писатель. Арь жалғауына аяқталған сөздер: словарь, календарь, секретарь. Бұл сөздерді есте сақтап алыңыз. Гость, голубь, день, рубль, дождь, гвоздь сөздері тек қана мужской родқа жатады. Женский родқа ость жалғауына аяқталатын сөздер жатады: новость, благодарность, жидкость, кость, глупость.